Малайзияның депутаты Даттук Мазлан Идрис деген 93 жылы сайлаудың алдында жоғалып кетеді. Полициялар депутатты еш жерден таба алмайды, туысқандары да білмейді, ешкім білмейді. Жоғалған күні счетынан 300 мың рингит алынған екен, біздің ақшаға шашқанда 57 миллион теңге. Депутаттың жоғалғанына 20 күннен асқанда полицияға синтетический вещество қолданылған бір жас жігіт түседі. Есім білмей тұрған жас жігіт депутатты қалай өлтіргенін айтып қояды. Денесінің қайда жатқанын да айтады. Депутат жоғалған күні Мона деген шаманға барған екен. Мона деген шаман, колдунья или ведьма, черная магиямен айналысатын, өңшей лауазымы жоғары бай адамдарды қабылдап, сондай черная магиямен ритуалдар жасайтын болған. Байлар арасында атағы шыққан Монаға депутат та барады. Депутаттың арманы премьер-министр болу екен. Сол, егер мені премьер-министр қылып берсең, мен саған айтқан суммаңды беремін дейді. Екеуі 2,5 миллион рингитке келіседі. 500 мың рингитті наличка санап береді депутат, қалғанына жер учаскесін беретін болады. Монаға шаманизммен айналысып жүруге көмектескен күйеуі болған және көмекшісі жас бала жаңағы синтетический веществомен полицияға ұсталған бала болған. Депутатқа ритуалды бастап кетеді, өзінің оқитын нәрселерін оқып, кушеткаға шалқасынан жатқан депутатқа артқа қарап жатуын сұрайды. Депутат артқа қарап жатқан кезде Мона көмекшісіне ымдап баста дейді. Сол кезде көмекшісі басын шабады. Тек қана басын емес, денесін 18 бөлікке бөліп тастайды. Депутаттың жүрегі мен бауырын ритуалға қолданып, қалған денесін сарайына апарып көміп тастаған. Монаның жас көмекшісі де шаман болғысы келген екен, сол үшін Монадан үйреніп жүрген екен қасында. Бұндай ритуалды бірінші рет істегенін айтыпты. Бұл ритуал именно Монаға қажет болған екен. Мона өмір бойы атақты, ешқашан өлмейтін болып, солай өзіне деген ритуал жасап алған. Монаны сотқа шақырған кезде Мона как будто сотталуға емес, бір марапат алуға баратқандай күліп, журналистерге де күліп осылай жүрген. Монаны күйеуін және көмекшісін өлім жазасына кеседі. Казинға дейін түрмеде отырған кезде әртүрлі бір молитвалар, ритуалдар оқып, бұл даже темір торды да ашып жіберген. Полициялар таңғалған, бірақ бұл әйел қашып кетпеген. 2001 жылы үшеуін дарға асады. Өлер алдын Мона мен ешқашан өлмеймін деп айтып кеткен екен. Бұл әйел туралы 2018 жылы ужас кинода түсірілген екен. Индияда бір жанұяның 11 адамы бір түнде дарға асылып өліп кеткен. Бұл оқиға 2018 жылы Дели қаласында болған. Чандават деген семья, жағдайлары жақсы, өздерінің продуктовый магазині болған. Астында продуктовый магазин, үстінде үйлері болған. Магазиндерін күнде таңертең 6-да ашатын болған, ал сол күні магазиндерін 8-ге дейін ашпайды. Адам үйіліп толып кетеді, очередьпен нан алатын болған. Бұлар магазинді ашпағандықтан адамдардың ішінен біреуі екінші этажға көтеріліп, есіктерін тоқылдатады. Есікті ешкім ашпаған соң жайлап ашып кірсе, 10 адам асылып тұр, бір адам жерде өліп жатыр. Көргеннен айқайлап жібереді, бүкіл адамдар шулап кетеді, полиция шақырылады. Не жағдай болған? Ешқандай ұрлық та болмаған, алтындары да барлық жерде тұр. Ішіндегі ең үлкені 80-де, ең кішкентай 15-те болған. 80-дегі апа жерде тоже қылғындырылып өлінген, қалғандары дарда асылып тұрған. Полиция істі тексергенде үйде терезенің саны да 11 болған, темірлердің саны да 11 болған, барлық нәрсе 11 штуктен болған. Даже үйінде 11 дневник, күнделік тапқан. Сол күнделіктерді оқып, не жағдай болғаны анықталған. Бұл семьяның үлкен атасы болған Баппал деген. Өте ақылды, білімді кісі. Сол кісі бұл семьяны жақсы жағдайға көтеріп берген, яғни магазин ашып деген сияқты. Бірақ ол кісі 2007 жылы қайтыс болып кеткен. Ол кісі қайтыс болмай тұрып, бірнеше жылдар бұрын Лалит деген баласы магазинде, басқа жақта да магазиндер болған, сол жақта жалғыз қалған кезде түнде магазинге ұрылар түсіп, Лалитті ұрып, магазиндерін өртеп кеткен. Сол кезде Лалиттің даусы шықпай қалған.
Қаншама жыл даусы жоқ Лалит, мына жігіт, әкесі өлгеннен кейін молитвенный өлең айтқан кезде даусы пайда болған. Үйдегілердің бәрі таң қалған. Сол кезде бұл жігіт айтқан: бұл менің әкемнің даусы. Түсіме кіріп айтты: мен сенің даусың болам, солай сендерге направление көрсетіп отырам деген. Солай бұл семья 11 жыл бойы Лалиттің даусымен күнделік жазып, күнделік бойынша барлық тірліктерді рет-ретімен істеп келген. Ол шалдың қайтыс болғанына 11 жыл өткеннен кейін Лалитке даусымен келді ма, түсімен келді ма, ритуал істеңдер деген хабар келеді. Ритуалда барлығы дарға асылу керек екен. Бапалдың аруағы кеп бұларды құтқарады екен. Бір апта бойы дарға асылуға дайындалып, мына кемпір дарға асыламайтын болған соң, мен жерде жатып асыламын деп бұл кісі бірінші кемпір өлтірілген, одан кейін қалған 10 адам дарға асылған. Бүкіл әлемге танымал медиум Чико Хавьер, кейбір статьяларда Чико Хавьер, Бразилияда 1910 жылы туылған. Балалық шағы өте ауыр өткен, жоқшылықта өскен, кішкентай кезде анасынан айырылған. Сол анасынан айырылғаннан кейін барып, бұл кісіде медиумдық қасиет пайда болады. Чико қайтыс болған адамдардың, яғни рухтардың даусын еститін болған. Сол өлген адамдардың рухының айтуы бойынша кітап жазған. Өмірінде 412 кітап жазып шыққан. Әр жазған жазбасы, шығармасы әртүрлі почеркте болған. Одан бөлек писательдер, жазушы, ақындар қайтыс болып, солардың рухының жазбасын жазған кезде кәдімгідей стихотворение жазған. Бұл Чико кішкентай кезде білім алмаған, өйткені өте төмен семьяда болған, білімсіз жігіт қалай бұндай произведение жазып жатыр деп жұрттың бәрі таң қалған. Бұл жазған жазбаларды қарапайым адамдар оқығанда өзінің қайтыс болған туысқандардың фамилия аты жөнін көрген, тірі кезде қандай адам болғанын көрген, қандай сынақтардан өтіп жатқаны потусторонний мирда, сол жөнінде де кітапта жазылғанын көрген. Солай бұл медиум бүкіл әлемге танымал болған. Өйткені өзі танымайтын адамдардың өміріндегі событиялар жазылған және қайтыс болғаннан кейінгі жағдайлары жазылған. Жазған кітаптарын ол менің шығармам емес, ол рухтардың маған диктовать етіп айтып тұрған историялар деген. Бүкіл әлемге таралған кітабы 33 тілге аударылған және кітаптан түскен табыстың бәрін благотворительностьқа жұмсаған. Бұл Чико айтқан: маған материальный көтерілу емес, маған духовно көтерілу керек. Өйткені мен де потусторонний мирға барғанда жауап беремін деген. Яғни арғы өмірдің сынағы өте ауыр деген. Бұл медиум жөнінде кинода түсірген, документальный фильм түсірген. Бұл кісінің кітаптарының даже аудио книгаларда бар. Қаншама интервью берген, газеттердің бетінде жүрген. Бұл кісіге арнап ескерткіште қойған. Интервью бергенде: бұл өмірге біз духовное развитие үшін келдік. Өлгеннен кейін өмір бітпейді деген. Сыналып болған соң қайта туыламыз, яғни реинкарнация бар деген. Интервьюда конец света туралы сұрағанда, конец света адамдардың жадность пен ненавистінің кесірінен болады деген. Медиум ретінде адамдарды қабылдағанда ақша алмайтын болған. Бұл кісі өзінің қайтыс болатын күнінде білген. 2002 жылы 30 июньде қайтыс болған.